Біздің депутаттық сауалымыз үкімет басшысы Әлихан Асханұлы Смайыловқа жолданады. Шүкір, қазіргі таңда халқымыз көбейіп 20 миллионға жетіп отырмыз. Халық санының өсуімен қоса, ауылдағы жұмыссыздық салдарынан өршіген урбанизация ірі қалаларымызда көп қабатты үйлердің көптеп салуына алып келді. Сол тұрғын үйлерден әр отбасы баспана алғысы келіп, әртүрлі компанияларға жүгінуде. Қалталы азаматтарымыз бағасына қарамай, тек сапа мен комфортқа мән беріп, үй таңдаса, қарапайым халықтың оңдайға шамасы келе бермейді. Олар үй бағасының неғұрлым қолжетімді болғанын бірінші кезекке қояды. Осыны білетін кейбір құрылыс компаниялары әртүрлі жеңілдіктермен, шаршы метрдің арзандығымен, бала шағасының аузынан жырып жинаған қаншама отбасының ақшасын жинап алып, не пәтерлерін бермей, не салған ақшасын қайтармай, зарлатып отырған жайы бар. Әрине, үйлердің уақытылы әрі сапалы салып, тұрғындарды қуантып жүрген құрылыс компанияларына алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Бірақ біздің қозғағымыз келіп отырғаны халықтың сеніммен ойнап, уәделі мерзімде өз үйлерін заңды түрде талап еткен клиенттерге пәтерді тегін үлестіріп жатқанынан қырын қарап, құрылыстағы сағызша созып жүрген компаниялар туралы болмақ. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, еліміз бойынша соңғы 3 жылдың аралығында құрылыс компанияларымен жасалған шарттың орындалмауына байланысты үлескерлердің арыздары негізінде қылмыстық кодекстің 189-190 баптарымен барлығы 45 қылмыстық іс тіркеліп, 4734 үлескер зардап шекті. Олардың басым көпшілігі Астанада 1282 адам, Қарағандыда 961, Ақтөбеде 657, Атырауда 631, Ақмолада 457 және Алматыда 360. Құрылыс компаниялары басшылығының заңсыз әрекеттерінің жалпы 55 миллиард 264 миллион теңге шығын келтірді. Олардан 20 миллиард 281 миллион теңгесі ғана өндірілді. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің ақпаратына сәйкес 2019-2022 жылдар аралығында бір ғана елордада проблемалық объектілердің құрылысын аяқтауға ұлттық қордан 60 миллиард теңге, республикалық және жергілікті бюджеттен 154 миллиард теңге бөлінген. Осылайша мемлекеттің қатысуымен Астана қаласында 120 проблемалық тұрғын үйдің құрылысы аяқталды. Сол арқылы 14 мыңға жуық үлескердің тұрғын үй мәселелері шешілді, дейді министрлік. Сөйте тұра, елімізде бүгінде 7 мыңға жуық алданған үлескер бар. Олардың жалпы саны 4 мыңнан астам елордада. Республика бойынша әлде 44 проблемалық объект бар екен. Сонымен қатар соңғы 2 жылда құқық қорғау органдары заңсыз қаражат жинаған үшін 300-ден астам компанияны әкімшілік жауапкершілікке тартып, оларға 250 миллион теңгеге айыппұл салыпты. Яғни орта есеппен алғанда бір компанияға 800 мыңнан сәл асатындай айыппұл салынған екен. Бұл дегеніңіз бір пәтердің 2 шаршы метрдің бағасы ғана, ал келтірілген залал 30 миллиард теңгеден асады екен. Айыппұл 250 миллион теңге, залал 30 миллиард. Бұл парадокс емес пе? Бұдан өзге кейбір құрылыс компаниялардың жауапсыздығынан үлескерлерден бөлек сол үй құрылысын жүргізіп нәпақасын тауып жүрген құрылысшылар мен құрылыс тауарларын жеткізуші кәсіпкерлердің де жапа шегіп жатқаны ешкімге жасырын емес. Құрылысшы азаматтарымыздың компаниялардан жалақыларын ала алмай әбігерге салынып жүрген көріп те жүрміз. Бірнешеуі осы мәселемен қабылдауда да болды бізде. Құрметті Әлихан Асханұлы, аталған суммалар мен статистикалар адамды уайымдатпай қоймайтыны анық. Осы ретте сізге келесі сұрақтарымыз бен ұсыныстарымыз бар. Бірінші, үлескерлерге келтірілген шығындар күдіктілер есебінен толық өндірілмей, көпшілігі мемлекеттік тарапынан өндірілуде. Осы мәселені ескере отырып, құрылыс компанияларына қойылатын талаптар мен мемлекеттік бақылауды күшейту қажет. Екінші, компания үйді келісім шартта көрсетілген мерзімде тапсырмаса, үлескерлердің пәтер жалдау ақысын сол компанияларға міндеттеу қажет. Үшінші, құрылыс компанияларына іс қозғалған сәтте сол компанияларды жарнамалап жүрген түрлі блогерлер мен танымал тұлғалардың да жауапкершілігін арттыру қажет. Сондай-ақ олардың халыққа ұсынып жарнамалап жүрген компанияларына толық көзі жетіп, сосын кіріскені маңызды. Төртінші, заңсыз қаражат жинаушы компанияларды жауапкершілікке тарту барысында айыппұл мөлшерін сезілетіндей етіп көтеруге не кедергі? Және де бесінші, төтенше жағдайлар орын алғанда жұмсалатын ұлттық қор қаражатын айды күннің аманында құрылыс компанияларына бөлу қаншалықты орынды? Депутаттық сауалға заңда көрсетілген мерзімде жазбаша түрде жауап беруіңізді сұраймыз. Құрметпен Шиповских, Больгерт, Кузиев, Ниязова, Сатыбалдиев. Рахмет.